Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада Торғай облысының Сарықопа ауылында дүниеге келген. Болашақ қоғам қайраткері бала кезінен анасының махаббатын сезініп үлгермеген. Міржақыптың 2 жасында анасы Дәмеш дүниеден өтеді. Анасы ауыл тұрғындары арасында әншілігімен көзі түскен кісі болса керек. Кейін әкесі 8 жастағы Міржақыпты ауыл молдасына оқуға берген. Өзінің айтуынша ол надан молда болған. Сондықтан араб тіліндегі дұғаларды жаттағанынан басқа еш нәрсе үйренбегендігін айтады. Болашақ ақынның 12 жасында әкесі Дулат та қайтыс болады. Кейін 16 жасында Міржақып Дулатұлы мемлекеттік орыс-қазақ училищесіне түсіп, 1 жылдан соң ауылда мұғалім болып жұмыс жасайды. Училищеде оқып жүргенде Дулатұлына Ахмет Байтұрсынұлы сабақ береді. Сол кезден бастап қос қоғам қайраткерінің әдеби және саяси қызметі өзара байланысты болды. Міржақып Дулатұлы 1911 жылы алғаш рет патша үкіметінің қаһарына ұшырайды. Жазған мақалалары үшін ол бақылауда болып, қара тізімге енеді. Сондықтан қалада оған жұмыс табылмайды. 1911 жылы Семейде ол абақтыға жазықсыз қамалып, 1 жыл 8 ай түрмеде отырады. Сол уақытта Ахмет Байтұрсынұлы да Семей түрмесіне қамалған болатын. Қоғам қайраткері екінші рет 1928 жылы 29 желтоқсанда тұтқындалады. Оған қазақ ұлтшылы деген айып тағылып, Қызылордадағы түрмеге қамалады. Көрші камераларда Ахмет Байтұрсынұлы мен жазушы Жүсіпбек Аймауытов та отырды. Үкім бойынша Міржақып ату жазасына кесілген. Алайда кейін жазасын 10 жыл бас бостандығынан айыруға ауыстырған. Дулатұлы 2 жылын Бутыр түрмесінде өткізіп, кейін Соловецкий лагеріне жіберілген. Сол кезде дін қызметшісі Павел Флоренский оны танып, ауруханаға фельдшер етіп жұмысқа тұрғызған. Кейін Мұстафа Шоқай оны Франциядан барған сауда кемесі арқылы түрмеден алып қашпақ болады. Алайда Міржақып кейін отбасына кесірі тиюі мүмкін деп қашудан бас тартады. Естеріңізге сала кетсек, Міржақып Дулатұлының Гүлнар қызынан басқа Абылай, Халида, Наурызбай, Әлібек есімді балалары болған. Алайда Гүлнардан басқасы шетінеп кетеді. Дулатұлының атын ақтап шығаруға да осы қызы Гүлнардың септігі тиеді. Қызының бастамасымен 1988 жылы ақталады.